Күнде таңертең ерте тұрамыз, жуынамыз, жарымызды жұмысқа апарамыз, баламызды балабақшаға тастаймыз, сосын барып өзіміз жұмысқа кетеміз да. Көп адам осыны қарапайым нәрсе сияқты көреді. Шаршайды, кейде өміріне риза болмай жүреді. Бірақ бір сәт ойланып көрші, қазір біреудің арманы дәл сенің өмірің. Біреу балам болса екен деп жүр, біреу жарым жанында болса ғой деп жүр да. Ал біреудің ата-анасы бұл өмірде мүлде жоқ. Ал біз болсақ, жанымыздағы бақыттың қадірін сезбей қаламыз кейде. Бақыт деген қымбат көлік емес қой. Бақыт деген таңертең әке деген дауыс есту да. Бақыт жарыңның аман болуы, бақыт деген ата-ананың тірі болуы. Өмірдің ең әдемі сәттері осындай қарапайым күндерде ағайын. Сондықтан әр күнімізге шүкіршілік етейік. Жанымыздағы адамдарды бағалайық. Себебі бір күні дәл осы сәттерді қатты сағынатын боламыз.